Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін цаумен жасайтын боламыз. Лағманның жасалу жолдары менің алдыңғы видеоларымда бар. Содан қарасаңыздар болады. Тура солай қылып лағман тартып аламыз. Тестамызды да, падливымызды да тура солай жасаймыз. Тестамызды пісіріп алып, біркелкі қылып тартып, жіңішке қылып қайнап тұрған суда пісіріп аламыз. 1 минут қайнағаннан кейін суық суға салып, жуып, жақсылап турап аламыз. Сосын чеснок, перецімізді қорып, майға кішкентай. Оған кескен лағмандарымызды саламыз. Оны да кішкене қорып аламыз. Сосын соевый соус құямыз кішкене. Дайындап қойған падливымыздан құямыз 2 қасықтай. Өз қалауыңызша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мінекей падливымызды салдық. 2 қасықтай. Жақсылап араластырамыз. Цаумянымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.